Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге сүйек сорпасы рецептімен бөлісетін боламын. Сүйек сорпасы біздің ол коллагенге өте бай болып келеді. Яғни асқазан ішек жолымызға, сүйекке, шашқа, тырнаққа, терімізге жақсы әсер ететін осы коллаген болып табылады. Сүйек сорпасын осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай сиыр етінің жілік сүйектері қажет болады. Осындай ішіне майы бар сүйектер қажет болады. Осындай сүйектен көп қылып аламыз. Еті болмаса да сіңірлермен болса болады. Осы сүйегімізді қазанға суға саламыз және ішіне суымызды жақсы толтырып қоятын боламыз. Өйткені сүйек сорпасы 12 және 14 сағат ішінде, одан да көп 24 сағат ішінде бір күн бойы қайнатуға да болады. Осылайша суды құйып, бетін жауып қайнатуға қоятын боламыз. Ең бірінші қайнағаннан кейін осындай көбіктер шығады. Осы көбігін барлығын сүзіп жақсылап алатын боламыз. Бұл әлі толық қайнамаған кезде, алғашқы көбіктер шығып жатқан кезде осы көбігін тазалап аламыз және тағы қайнататын боламыз. Мінекей қайнады, көбіктерін алды, қап кеткен айнала шетіндегі осы көбіктерін бәрін тазалап алатын боламыз. Бір қайнап шығып және бетіне көбіктер тазаланғаннан кейін ішіне салатын қоспаларымызды қосамыз. Ол бізде ең бірінші алма сірке суы болып табылады. Алма сірке суынан бір ас қасық қосатын боламыз. Және үстіне дәміне қарай тұз, пиязымызды және сәбізімізді саламыз. Және лавр жапырағын салып жібереміз. Осылайша баяу отта, қатты қайнатпай, ең жай отымызда қайнататын боламыз. Қайнаған кезде кәдімгідей қайнамау керек, яғни сақырлап қайнамау керек. Кішкене ғана, кішкене майда жай қайнау керек. Ең жайында қайнау керек. Мінекей 5 сағат қайнаған біздің сүйек сорпамыз осындай сүйектерінен еттері ажырап тұр. Өте жұмсақ болған, еттерін бәрі үзіліп түсіп тұр. Бұдан әрі тағы жалғастырып қайната береміз. Бізге кемі 12 сағат қайнатуымыз керек. Сол кезде ғана біздегі сүйектегі барлық бойында амин қышқылдарды алып, коллагенді алатын боламыз. Мінекей біздің сүйектеріміз 12 сағат бойы қайнады, осындай болып шықты. Сорпасы азайды және де сүйектерінен, мысалы, кейбір жабысқан сүйектер болса, ажырап түсіп тұр. Енді осы сүйектерімізді сорпамыздан алып тастаймыз және қалған сорпамызды сүзгінің көмегімен өткізіп аламыз. Ішінде ешқандай заттар қалмау керек. Біздің салған жуамыз барлығы майдаланып кетті және қалған сіңірлер бар, барлығы майдаланды. Осының бәрін сүзгіштің көмегімен өткізіп аламыз. Сүзгіштен сүзіп алғаннан кейін 2 минуттай қойып қоямыз. Ішінде қалған қоқымдары болса тынатын. Содан кейін барып біз банкімізге құятын боламыз. Немесе сіздер сүзгіштен сүзіп атқан кезде бетіне марлама қойып жіберсеңіздер, өте тап-таза болып шығатын болады. Мінекей астында қалған қоқымдары осындай болып шықты. Міне біздің 12 сағат бойы қайнаған коллагенге бай, ағзамызға өте пайдалы сорпамыз дайын болып шықты. Сорпамызды ыстық кезінде ішсеңіздер де болады, суығаннан кейін ішсеңіздер де болады. Бетінде осындай майлар өте көп болады. Майлар қатқаннан кейін сүзіп алып, басқа да тамаққа қолдансаңыздар да болады. Бұл өте пайдалы май болып саналады. Сізге менің видеом пайдалы болып жатса, ұнап жатса, мені қолдап каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта тағы дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Осы видеоның астына лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Соңына дейін көргеніңізге рахмет.